Ассалаумағалейкум достар, армысыз қазақ елі. Шымкент фишинг ютуб арнасы. Бұл біздің жұмыс орнымыздың алды. Қол бос кезде не істейсіз деп көп сұрақ қояды. Әрине біз балыққа дайындаламыз. Жайлап дайындап қойып жатырмыз. Так, қазір біз макушатниктер дайындап жатырмыз. 80 граммдық грузбен. Екі крючок болады бұларда, біреуі қысқа, біреуі ұзын. Бұлар енді волоспен емес, без волос. Көбісі волосты түсіне бермейді екен. Кейін балыққа кеп атса өздері түсінді балар. Так, 18 үштік болған бізде. Қазір 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, неқта біреуі 8 болған. 8 үштігін біз неге салып қойдық. Дастап жіберетін боламыз. Құдай қаласа Ербол және Баука деген бауырларымыз алатын болды. Так, осылай дайындап қойдық. Егелеріне өзін жіберетін боламыз. Құдай қаласа груздары бітіп қалды. Так, мынандай да волоспен істегендер де бар. Бізде бір 2, 3 түрі ғана бар екен волоспен істеуге болады тағы да, бірақ бізде монтажға керек заттар бітіп қалғаннан кейін тоқтатып қойдық. Сосын андай көп сұрайды, қандай не қолданасыз деп. Осыдан қолданып жатырмын. 5-тік көлемде. Тағы да байлап қояйын қол бос кезде. Осыдан көріп жатырмыз енді. Қол бос кезде тағы да істеп қояйын. Крючоктарды байлап қоя берейін. Алда сезон келіп жатыр. Сезонға жайлап дайындалу керек. Балыққа барып тек балық ұстау керек. Монтаж істей бермей. Бастың біздің бәрі карбовый монтаж. Каску. Так. Алсақ қойсайын орнына. Сол кішкене маманың алдында отыра беріп, бұрын бұрқылдақ болды. Қайшымыз қайшыны алмай қойыңыздар. Дымда өтпейді екен. Орында андай тамашный қайшыларымыз өсіп екен. Мамаларымыздың беретін. Осы қайшыны қолданып жатырмыз. Жұмыс алдымыз шашып жатыр енді. Пешкесе бірақ жинаймыз. Пирожки ма, биляши ма, бірден жеберім жүрегім айнып кетті. Сағы шайнап алайық. Так, груздарымыз келем дегенше крючоктарды байлап дайындап қоя берейік. Осы достар, көрінбей кетті набала демеңіздер. Сол жұмыстамыз, күнде бағасын қайтасын. Макушатник қалай істеу керек деп жайында видеолар бар. Арнамызға жазылып, лайк басып қолдап көзіңіздер.